Алишер Гулиев, 14 Ариф Байрауз Алихан Арзиев, 33 нөмір Әділжан. Төрешінің сықырғы естілді, ойын басталды. Шабуылға шыққан көріп отырмыз. Хантәңір командасын алыстан соққа. Қақпашы допқа ұмтылды және бұрыштама көрек. Міне ортамен келді. Хантәңір футболсы жақсы соққы негізі. Жақсы соққы жасады. Қақпашы топты. Шабуыл жалғасады. Талдықорғандықтар міне шабуылға шықты. Жаңа шабуылға Санжар Қарашанов. Қақпаға соққы, өте қауіпті соққы бұл. Санжар Қарашанов қайталап көрек. Әдемі соққы. Мұқағали Тамабек те жақсы қайтара білді топты. Бірақ Санжардың басқа ойлағаны бар екен. Өз соққы жасау мүмкін. Соққы жасады. Қақпа маңдай. Жете алмайтын ол допқа анық еді. Қайталап көрек міне. Санжар Қарашанов. Әдемі соққы. Қақпаш қарап тұр. Доп қақпадан биік кетті деп ойлады. Бірақ қақпа маңдайшасын барып тоғыздықтың төбесіне тиіп отыр доп. Алан қаршыға. Алыстан пас берді. Дәл пас беріп отыр. Қақпаға бірден соққы. Жаңа соққыны көріп отырмыз. Өте аяғына доп өте жақсы жата қалды бұл жерде. Соққы жасаған футболшының 9 нөмірі. Хантәңір командасы шабуылы жақсы пас. Міне қақпаға соққы, бұл гол. Есеп 1-0. Бірінші тайм аяқталар тұста гол авторы Абылай Мамадияр. Бір ғана қателігі қазір. Жетісу командасы шабуылдады. Жеңіске жеткен жоқ. Еншілерінде бір ұпай бар. Бүгін оларда мүмкіндік болатын сияқты. Дәл осы қарқынмен жалғастырса матчты. Осы мәнерден жаңылмаса егер. Тағда соққы! Есеп 2-0. Есеп 2-0. Тамаша соққы. Бұл жолға голдың авторы Бекен. Алаңға қайталап көруге болады міне. Жақсы пас, ортада қорғаушылардың қателігі әрине. 3 бірдей қорғаушылар, бірақ үшеуі қарап тұрып қалды. Соққы жасатып қойды. Ларин тоқтата алмады, үлгірмеді. Қақпаға соққы. Қақпаның бағанасына тиді топ. Арасында да қақпашы Мағжан Куджаның айғайлайтындай жөні бар. Ларин ғана жүгірді топтың соңынан. Оның өзі қауқар. Тағда мүмкіндік бола. Қорғаныс шебіне не болды? Жетісу командасың міне. Айтқанымызда 3-0. 3-0. Бұл жол гол авторы Тимур Сәлімов па. Хванды да Сәлімов. Көрек. Не, Сәлімов алды, Сәлімов. Голдың авторы Хван қасында тұрды. Ал нәтижелі пас берген Ердәулет. Қас Көрек. Міне Сәлімовтың соққысы. Екі қорғаушы екі жағында тұр. Жақсы мүмкіндік. Бірақ бұл жол. Хантәңір командасындағы Мәди гол соқты. Мәди Сәлімов. Жетісу сапындағы Мәди Байділда гол соға алмады. Екі Мәдидің дербейі. Ал қазір Көрек. Бұл шабуыл немен аяқталады? Қақпаға соққы. Әлихан Тоқтарғұлы. Қақпашы алаңға шықты. Бірақ Серікұлы міне осы сәтте. Серікұлы ойынға араласты. Ай, қазір бұл гол ғой деме. Бір гол соқты ақыры.
Талдықорғандықтар бір гол соқты. 19 нөмір Темірлан Әлімбекті көріп отырмыз. Көрейік. Қайталау сәтінде. Міне Темірлан Әлімбек бірнеше ойыншы енді. Қарсы алдында 4 қорғаушы тұр. Қақпашы бар, бірақ Темірлан жақсы соққы жасады. Допты қақпашы ұстағандай көрді, бірақ қолдан шығып кетті доп. Темірлан Әлімбек, Жетісу командасы бір гол соғуға төрешінің ысқырығын естуіміз керек енді. Өткен уақыт аяқталды, ол да көп күттірмеді. Бас төреші